بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Бүгін Аллахтың қалауымен Хафиз Аль-Хаками рахимахуллаху тааланың Сулламул Усул деген кітабын оқуды бастаймыз иншаллаху таала. Және бұл кітап Сулламул Усул өзі өлең шумақ жолында жазылған кітап. Сол 290 шумақтан тұрады. Немесе жолдан тұрады. Және де бұл кітап таухид ілімін түгел бабын қамтыған. Яғни таухид рубубия, таухид улухия, таухид асма ва сифат, құлшылықтардың түрлері, және иман бил малаика, бил кутуб, уал яумил ахир, уал қадар. Және де сол кезде қатты таралған адасушылықтарға жауаптар бар кітап болып есептеледі. Кітаптың өзіне кірмей тұрып, яғни ол өлең шумақтардың өзіне кірмей тұрып, біздер бүгін иншаллаху таала муаллифтің өмірбаянын оқимыз, яғни Хафиз Аль-Хакамидің өмірбаянын оқимыз қысқаша. Және де кітабы туралы, немесе осы өлеңі туралы қысқаша айтып кетеміз иншаллаху таала. Бұл кісінің аты Хафиз ибн Ахмад Али Аль-Хаками рахимахуллаху таала. Және де жаңағы Хаками деген қабила, яғни ру, Қахтан руына қайтады. Бұл кісі рахимахуллаху таала 1342 жылы, яғни хижри санақ бойынша 1342 жылы Рамадан айында өмірге келген, яғни осыдан 100 жыл бұрын. Біздің миладимен 1922 жылы. Салам деген ауылда, бұл ауыл Жазан қаласына жақын тұрған ауыл. Сол жерде дүниеге келген кісі рахматуллахи алейхи. Кішкентай кезінде әкесі бұны Салам ауылынан басқа Жады деген қалаға, немесе ауылға көшірді. Және де кішкентай кезінен бері салихалы отбасында тәрбие көрген, ілімді жақсы көретін, салихалы амалдарды жақсы көретін. Сондықтан бұл кісінің өмірбаянын қарайтын болсақ, және де ол кісінің қалдырған еңбектерін қарайтын болсақ, ешбір адам күмәнданбайды бұның әке-шешесінің тәрбиесі оған қатты әсер еткендігін, осындай ізгі бала болуына, салихалы бала болуына, ілімге деген ынтасы болуына. Сондықтан бүкіл мұсылман ата-ана баласының тәрбиесіне қатты көңіл бөлу керек. Себебі ең бірінші медресе, ең бірінші ұстаздар бұл әке-шешелер. Бұлар баласына ілімді де үйрету керек, амалда да көрсету керек бұл ілімді. Дәл осы Хафиз Аль-Хаками сияқты, әке-шешелері сияқты, рахматуллахи алейхим ажмаин. Бұл кісіні әкесі 7 жасында, және де туған ағасы болады Мұхаммад, Шейх Мұхаммад ибн Ахмад Аль-Хаками рахимахуллаху таала, екеуін жаңағындай Құран жаттататын медресеге кіргізеді, мешіттің ішіндегі. Және де бұл кісі 12 жасына жетпей тұрып Құранды жаттап алады. Хафиз Аль-Хаками рахимахуллаху таала 12 жасына толмай Құранды жаттап алады, және де басқа мәтіндерді, кішігірім мәтіндерді жаттаған болады. Және де кішкентай кезінен бері бүкіл сол Хафиз Аль-Хакамиді көрген адамдар оның алғырлығына, ақылдылығына, және де оның жаңағындай ілімге деген талпынысына таңғалатын болған. Кішкентай кезінен бері Алла субханаху ва таала оған беріп қойған сияқты. Сондықтан кейбір ғалымдар айтады, аятун мин аятилла фил хифз деп айтады. Бұл жаттау қабілеті жағынан Аллахтың бір
аяттарының бірі, Аллахтың аяттарының бірі. Қазір және біз көреміз, не ол аяттар деген сөз көреміз, яғни Алла субхана тағала оған бір сондай қатты жаттауға білетін беріп қойған. Және де бұл кісі ең бірінші рет болып бұлардың ауылдарына шейх Абдулла ибн Мухаммад аль-Қарауи келеді, рахматуллахи алейхи. Шейх Абдулла ибн Мухаммад аль-Қарауи бұл имам муджаддид, бұл таухид ілімін сол Жанубул мамлака, яғни Саудияның оңтүстік жағында таухид ілімін жаңғыртқан кісі. Және де бұл кісінің өзінің өмірбаяны қызық. Кішкентай кезінен бері іліммен айналыспаған ол. Ол не болған? Бизнесмен болған. 30 жасына дейін бизнесмен болған, тіпті ілім айналысу, ондай нәрсемен істемеген, тек қана жаңа сауда-саттықпен айналысып жүріп, бір күні сол осы ілімге тоқтайды. Енді іліммен айналысам деп. Сосын іліммен айналысады, 30 жасынан бастап, ілім бабына енді кіреді. Ілім есігіне енді кіреді. Сосын үлкен жетістіктерге жетіп, оңтүстік Саудияда таухид ілімінің, сүннет ілімінің және салаф солихтың манхажының таралуының себебі сол болған. Рахималлаху тағала. Яғни бұл баяғыда керуендеп, түйеме керуендеп, тауарды былай тасып жүрген адам бір күні бір ғалымдарды кездестіріп қалып, бір кітаптарды оқып қалып, ілімге кірісем деп айтты да. Сөйтіп ілім алған адам болған. Шейх Абдулла аль-Қарауи рахматуллахи алейхи, және де көптеген сол Жанубтың, яғни Саудияның оңтүстігінің ғалымдары, мысалы Мухаммад Аман аль-Джами өзі Хабашадың негізінде, Эфиопияныкі. Бірақ сол Сометада ілім алған. Мухаммад Аман аль-Джами сияқтылар. Сомета деген сол Жанубул мамлака, Саудияның оңтүстігіндегі бір үлкен қала. Сол жерде Мухаммад Аман аль-Джами болған. Біздің шейхіміз Али Наср аль-Фақихи рахматуллахи алейхи. Хафизаллаху тағала. Біздің шейхіміз Шейх Раби сол жерде тәлім тәрбие алған сол кісілерден. Және де Ахмад ан-Najmi, Шейх Зейд ибн Хади аль-Мадхали. Солардың түгелі, басқа да ғалымдардың түгелі көбісі сол адамдардан ілім алып, солардан манхаж салаф солих, яғни бірінші мұсылмандардың буының ақидасын солардан үйренген. Сол кісі Абдулла аль-Қарауи соның ауылына, жаңағындай Жады деген ауылға келеді 1358 жылы. Яғни Хафиз аль-Хаками 14 жасында болған кезде. Хафиз аль-Хаками бұның берген сабағына, бұның берген жаңағындай іліміне қатты таңғалады. Қатты жаңағындай не істеп қалады, жақсы көріп қалады шейх Абдулла Қарауиді. Сосын бұл кісі, бірақ Абдулла Қарауи Сометада отыратын болады. Сомета үлкен қала болғандықтан, бұл ауылдар кішкентай ауылдар. Сометада отыратын болады. Шейх Абдулла Қарауи Сометаға барайын деп жатқан кезде, жаңа Хафиз аль-Хаками ағасы екеуі, Мухаммад ибн Ахмад аль-Хаками рахматуллахи алейхима, әке-шешелерінен рұқсат сұрайды сол жерге баруға. Бірақ әке-шешелері рұқсат бермейді. Сөйтіп сол себептен бұлар өздерінің ауылында қалып қояды да, шейх Абдулла Қарауи кетеді Сометаға. Бірақ шейх Абдулла аль-Қарауи келіп тұрамын деп уәде етеді. Яғни кейде келіп сабақ беріп тұрамын деп. Көп ұзамай Хафиз аль-Хакамидің анасы қайтыс болады, бір жылдан кейін. Анасы қайтыс болады, рахматуллахи алейха. Анасы қайтыс болғаннан кейін әкесі ағасы екеуіне Сометаға барып, аптасына 2-3 күн барып келуге рұқсат береді. Олар қуанып барып, сол 2-3 күн Сометада болып шейх Абдулла Қарауидан ілім алады. Абдулла Қарауидің жаңағыдай группасы деп айтады, енді шәкірттерінің арасында ең кішісі шейх Хафиз аль-Хаками болған, рахималлаху тағала. Және де ең алғыры, ең білімдісі, ең жаттауға білетті күштісі сол болған. Ең кішісі сол болса да, ең алғыры сол болған. Сондықтан шейх Абдулла аль-Қарауи айтады: «Ләм якун лаху назирун фи ат-тахсили ват-та'лифи ват-та'лими вал-ирадати фи вақтин қасир». Абдулла Қарауи айтады, бұған теңесетін адам болмады. Ілім талап етуде болсын, кітап жазуда болатын болсын, сабақ беруде болсын, немесе басқаруда, тіпті медреселерді басқару, соған ұқсаған адам болмаған дейді. Және де ол нәрсеге, бұндай жетістіктерге өте аз уақытта жеткен деп айтады. Яғни өте алғыр адам болған, кішкене. Өзі 35 жасында қайтыс болған. Хафиз аль-Хаками 35 жасында қайтыс болған, рахималлаху тағала. Және де сол бір жылдан кейін, тағы да бір жылдан кейін, яғни анасы қайтыс болғаннан кейін бір жылдан кейін, әкесі де қайтыс болады, рахималлаху тағала. Әкесі хажға барып, хаждан қайтып келе жатқан жолда қайтыс болады, рахималлаху тағала. Содан кейін ағасы екеуі Сометаға көшіп, сол Абдулла Қарауидің мешітінде жатып, сол жерден тәлім тәрбие алады, рахматуллахи алейхим аджмаин.
Және де бұл жерде айта кететін нәрсе Абдулла әл-Қарауи, яғни бұл кісінің алғырлығын көріп, бұл кісінің жаттауға білетін көріп, яғни шәкіртінің ешқандай дүниемен айналыстырмасын деп, өзі оған инфақ жасайтын болған. Яғни үйін беретін болған, тамағына ақшасын беретін болған, еш нәрсе, тек қана іліммен айналыссын деп, түсіндің ма? Яғни өзі Абдулла әл-Қарауи оған ақшасын, ай сайын ақшасын беріп тұрады, бөліп тұрады. Бұл кісі солай өмір сүрген. Шейх Хафиз әл-Хаками рахматуллахи алейхи, және де сол берген үйін, Абдулла Қарауидің үйі общага сияқты болып кеткен. Өз достарын қалдырып қоймайды, достары да оқысы келеді, бүкіл достарын кіргізеді. Сол үйі общага сияқты кілең талабалар, сол ілім талап ететін балдар барлығы сол жерде жататын болған. Солай ілім талап етіп жатқан кезде Хафиз әл-Хакамидан Шейх Абдулла әл-Қарауи, Хафиз әл-Хаками 19-ға толған кезде жаңағындай таухид ілімінде, ақида ілімінде талабаларға жеңіл болатын, жаттауға жеңіл болатын бір өлең шумақтарын шығаруға әмір етеді. Хафиз әл-Хаками сол әмірді орындайын деп осы кітапты жазады, Сулламул Усул кітабын жазады. Сулламул Усул кітабын жазады, яғни Сулламул Усул иля ма'рифатил усул аллати жаа биха ар-расул саллаллаху алейхи ва саллама. Яғни Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи ва саллама алып келген негізгі білімге жеткізетін баспалдақ, периодтайтын, яғни аударатын болсақ бұл кітапты. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллама алып келген негіз фундаменталды ілім, яғни таухид іліміне жеткізетін баспалдақ деген негізгі кітаптың аты осылай аударылады. Және де оны шығарғаннан кейін шейх та, өзі Абдулла әл-Қарауи да, қалған адамдар да қатты таңғалады. Және де сондай кітаптар көп. Ол кісі, рахматуллахи алейхи, ол кісі туралы айтатын болсақ, Хафиз әл-Хаками, ол кісі қандай пән бар, сол пән түгеліне кітабы бар. Қандай пән бар? Ақида болса, ақидадан кітаптар бар. Көптеген кітаптар бар. Және де осы Сулламул Усулге өзі шарықтаған, өзі түсіндірме жазған. Ол үлкендеу кітап болып есептеледі. Содан кейін Усул фиқта кітаптар бар. Мусалахул хадиста кітаптар бар. Фиқта кітаптар бар. Нахуда, сарфта, балағада, адабу толибул илм. Қандай пән бар? Бүкіл пәннен кітабы бар. Сондықтан бұны мақтаған ғалымдар, мысалы Шейх Раби, біздің Шейх рахматуллахи алейхи айтады, егер де Хафиз әл-Хаками ұзағырақ өмір сүрген кезде, дейді, біздің заманымыздың Ибн Таймиясы болар еді деп айтады. Ол кісі 35 жасында жас кесіне қайтыс болып кеткен. Рахматуллахи алейхи. Және де Ахмад Нажми айтады, рахимахуллаху таала, мен ондай адамды көрмедім дейді. Біз екеуміз бірге жаңағындай замир болдық дейді. Бірге ілім талап ететін едік деп айтады. Бірге ілім талап ететін едік дейді. Ол мен одан сәл кіші едім дейді. Бір 3-4 жас кішімін дейді. Бірақ екеуміз бірге ілім талап етеміз, бірақ ол менен ілімдірек болды, жаттау қабілеті қаттырақ болды, алғырлақ болды. Бір күні бізге сол кішкентай кезінде ұстазымыз Рамазанда Құран жаттасын деп бұйырған кезде Ахмад Нажми айтып бер жатыр. Мен күніне 2-3 парақтан жаттайтынмын дейді. 2-3 беттен жаттайтын едім дейді. 2-3 беттен жаттайтын едім дейді. Және де Хафиз әл-Хакамиге тапсыратынмын дейді. Енді маған тапсыр десем, ол күніне 1 пара жаттайды болған дейді. Күніне 1 пара жаттап, Рамазан ішінде Құранды бітірген деп айтады. 1 параны күніне 1 пара жаттайды болған, рахматуллахи алейхи. Және де сол Ахмад Нажми айтады, рахимахуллаху таала, Хафиз әл-Хаками Булуғ әл-Марамды жатта деп айтқан кезде 1 түнде жаттап алды дейді. 1300 хадис, 1400 хадис. 1400 хадисті 1 түнде жаттап алған, рахматуллахи алейхи. Және де оның ағасы Мухаммад ибн Ахмад әл-Хаками, рахимахуллаху таала, айтады, бір жылдары біздің елді мекенге, сол Жазан, Сомита жақтарға Мухаммад Абдыразақ Абдыразақ Хамза, қателеспесем осындай кісі, Мысырдан болған үлкен ғалымдардың бірі, рахимахуллаху таала, сол келеді дейді. Бұл кезде әлі имам Бухаридің Хулқул Аф'ал аль-Ибад деген кітабы шықпаған еді дейді. Яғни басылмаған еді. Түгелі не мақтутоттар, яғни қолжазбалар дейді. Әлі баспаханадан шықпаған еді дейді. Сол кезде келген кезде сол кісіге хат келеді. Хатты ашса, ішінде сол 3 нұсқасы бар дейді сол кітаптың дейді. Яғни бұл жерде Абдулла Қарауи болды, жаңағыда Мухаммад Абдыразақ Хамза болды, сосын Мухаммад Ахмад әл-Хаками и Хафиз әл-Хаками. Хафиз әл-Хаками ең кішісі. 3 немесе 2 нұсқасы болды деді. Содан кейін оған қатты қуандық деп айтады.
яғни бірінші мәрте не кімнің имам Бухаридің Хулқул Афал Ибад кітабы баспаханадан шығып жатыр дейді да. Сөйтіп сол келген кезде кім Хафиз аль-Хаками айтты, маған кітапты бір түнге беріңізші деп айтты дейді. Бір түнге беріп алып кетті дейді. Ағасы айтып жатыр. Түнде ишадан кейін екеуміз келдік. Бұл Сомит емес, керісінше бұлар Меккеге барған. Бұлар Абдулла Қарауи, Мухаммад аль-Хаками, Хафиз аль-Хаками Меккеге барған. Сол жерде Мухаммад Абдразақ Хамзаның үйінде кездесіп, сол үйінде қонатын болған. Түнде біз жатқан кезде, ишадан кейін жатқан кезде деп айтады ағасы, жаңағында Хафиз аль-Хаками айтты, сен ұйықтай бер дейді, маған не істеме дейді. Мен оны насық қылам деп айтады. Яғни көшірем дейді. Қағаздар сатып алған, қаламдар сатып алған, сосын көшіре бастаған. Фаджрдың, яғни бірінші азаны болған кезде, яғни бұл жерде бірінші азан бар ғой, тахаджудың азаны. Бірінші азаны болған кезде мен оянсам, уитр оқуға деп айтады, Мухаммад аль-Хаками кім бітірді деп айтады. Хафиз аль-Хаками көшіруді бітірді деп айтады. Сөйтіп күндіз кімдермен кездесіп нұсқасын қайтарған кезде, жаңағында шейх Мухаммад Абдразақ Хамзаға нұсқасын қайтарған кезде дейді, оқып біттің ба деп күледі. Ол айтты, жоқ, көшіріп біттім деп айтады. Абдулла Қарауи ойнап айтады, бәлкім ол жаттап бітті деп айтады. Сосын кім ойнайды? Мухаммад Абдразақ Хамза ойнайды, ал жаттасаң көрейік депті. Бір жерден қояды, шейх Хафиз аль-Хаками хадис қалай бар, солай иснадымен бірге айтып беріп жатыр. Екінші жақты ашып қойса, тағы да айтып беріп жатыр. Үшінші жаттап алған кітапты. Бір түннің ішінде көшіріп жаттап алған. Бұл кітаптың ішінде бір 400-500 хадисте бар. Сөйтіп Мухаммад Абдразақ Хамза оны көріп, сол кітапты оған хадия сыйлық ретінде беріп жібереді. Яғни Хафиз аль-Хаками осындай адам болған. Яғни бір көріп жаттап алатын адам болған да, рахматуллахи алейхи. Және бұл жерде кімге жауап бар? Ахлул хадистің ислам дініндегі мекеніне күмән салатын адамдарға жауап бар. Себебі қазіргі заманда кейбір ориенталистер болсын, шығыстанушылар болсын деп айтады. Қалай дейді, имам Ахмад 1 миллион хадис жатады. Қалай Бухари 700 мың хадис жатады. Қалай жаңағында Ибн Аби Дауд 300 мың хадис жатады. Қалай ол деп та? Мүмкін емес дейді. Біздер қазір бір кітапты жаттай алмаймыз деп айтады дейді. Жоқ, ол мескин, орыстарда айтады, не суди людей по себе. Өзің жаттауға білетін әлсіз, мескинсің өзің, басқа адамдарды да сондай деп ойлайсың ба? Ол имам Бухаримен өзіңді салыстырма сен. Және де қазіргі заманда осындай адамдар болатын болса, шейх Хафиз аль-Хаками осыдан бір неше жыл, бір 80 жыл бұрын қайтыс болған, рахималлаху тағала, 60 жыл бұрын қайтыс болған, рахималлаху тағала. Памяти осындай. Адамдар айтып тұр. Адамдар көзімен көрген, естіген нәрселерін айтып тұр да, рахималлаху тағала. Сондықтан бұндай адамдарға жауап бар осы нәрседе. Және де қазіргі қаншама адамдар бар, мысалы 10 қыраатты жаттайды, Құранды жатқа біледі, кішкентай балдар Кутубы Ситтаны жатқа біледі. Бұны түгелі мана кісіге, мана шығыстанушыға, мана ориенталистерге жауап болып есептеледі. Олар өздері мескин, өздері әлсіз, өздері кітаптар жаттамайды. Бұндайды таң қалып айтады, қалай жаттай алады адамдар деп та? Жаттайды. Ислам діні осылай таралған, жаттаумен таралған. Сондықтан кейбір ғалымдар айтады, егер де қазір біз таңертең оянып, бүкіл Құрандар жоқ болып кетсе дейді, мұсхафтар жоқ болып кетсе, интернетте бүкіл өшіп, бүкіл программалар жойылып кетсе дейді, мұсылмандар Құранды сол күні қайтадан жинап береді дейді. Бәрі жатқа біледі дейді, мұсылмандар дейді. Түсінді ме? Баракаллаху фик. Ары қарай бұл кісінің несі? Және басқа шейхтарда мақтаған. Мысалы, шейх Зайд ибн Хади аль-Мадхали рахималлаху тағала қатты мақтайды, қатты жақсы көреді. Себебі ол шәкірт болған, өзі шәкірт болған. Және де бұл шейхтардың түгелі шейх Раби, біздің шейхіміз шейх Раби, шейх Али Наср аль-Фақихи, шейх Мухаммад Аман аль-Джами, шейх Зайд ибн Хади аль-Мадхали түгелі Хафиз аль-Хаками шәкірт болған, шәкірттер болған. Немесе шәкірттер болған, немесе зумалалары, яғни бірге сабақ оқыған, мысалы Ахмад Нажми сияқты. Және де тағы да айта кететін нәрсе, яғни айтатын болсақ, шейх рахматуллахи алейхи 3 әйел болған. 35 жасында қайтыс болған. 3 әйел болған. Яғни бұл сүннет, жас кезде жасау керек сүннет. Көп әйелдік деген сүннет. Оның 4 баласы болған және 2 қыз болған. Балдары аз болуының себебі ерте қайтыс болды, рахималлаху тағала. Ерте қайтыс болды. 35 жасында. Және де тағы да айта кететін нәрсе, бұны және де айту керек. Шейх Зайд ибн Хади аль-Мадхали өзінің осы кісінің биографиясын жазған кезде, Хафиз аль-Хакамидің биографиясын жазған кезде өлеңдерін келтіреді, өлең шумақтарын келтіреді.
сол өлең шумақтардың бірі Малик Сауд ибн Абдул-Азиз рахматуллахи алейхи, осы Саудия мемлекетінің королі Малик Сауд ибн Абдул-Азизге бұл Сомет ағаны зиярат қылған кезде мадақтау ретінде, мақтау ретінде өлең шумақтарын шығарады. Бұны не үшін айтып жатыр? Ахли сунна уал жамаа ешқашанда өзінің патшасына жаңағындай жақсылықтарын айтудан, немесе өзінің патшасына дұға қылудан ешқашанда сескенбейді ол нәрседен. Мұхаммад Аман ал-Джами айтатындай, біздер патшаларымызды, мұсылман патшаларымызды жақсы көретінімізді ешкімнен жасырмаймыз деп айтады. Керісінше біз олмен мақтанамыз деп айтады. Ол біздің ақидамыз дейді. Бұл біздің манхажымыз деп айтады. Баракаллаху фикум. Және де кітапқа келетін болсақ, кітаптың өзін сіз манағындай айтқандай, бұны шейх Абдулла аль-Қарауи рахматуллахи алейхи Хафиз аль-Хакамиге талап жаңағындай сұраған, жас бер деп талап еткен одан. Және шейх соны осы кітапты шығарады. Сулламул усул иля ма'рифатил усул аллати жаа биха ар-расул саллаллаху алейхи ва саллама. Яғни пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллама алып келген негіз ілімдерге жеткізетін баспалдақ деген осы өлең шумақтарын жазады. Және де өлең 290 неден тұрады, жолдан тұрады. Және де бұл өлеңді шейх Зейд ибн Хади аль-Мадхали қатты мақтайды, яғни таухид ілімін түгелін қамтыған деп айтады. Қандай нелер бар? Түгелін қамтыған деп айтады. Және де басқа шейхтарды айтады. Шейх Раби шарх берген осыған, мысалы таълиқ жасаған, Маарижул Қабулге, яғни Хафиз аль-Хакамидің шархына таълиқ жасаған, яғни түсіндірме жасаған. Және де басқа шейхтарда бұны не шарх қылған, себебі бұл кітап өте маңызды. Бұл кітап өте маңызды. Енді кітаптың өзінің кіріспесіне кіретін болсақ, шейх рахматуллахи алейхи айтады: Абду бисмиллахи мустаинан, радим бихи мудаббиран муина, вальхамдулиллахи кама хадана иля сабилил хаққи вачтабана, ахмадуху субханаху ва ашкуру, ва мин масави амали астагфиру, ва астаинаху аля найли рида, ва астамиду лутфаху фима қада, ва ба'ду инни бил яқини ашхаду, шахадата al-ихляси алла ю'баду, بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل فقلت مع عجز ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي деп айтады. Бұл кіріспесі. Яғни бұны аударатын болсақ айтады, Аллахтың атымен одан көмек сұрап, және де одан көмекші ретінде, және де осы әлемнің басқарушысы ретінде разы болып бастаймын деп айтып тұр. Яғни Аллахтың атымен бастаймын деп тұр. Одан көмек сұрап, және де бұдан көмекші ретінде, және де осы әлемді басқарушысы ретінде разы болып. Яғни біздер білеміз, бүкіл ғалымдар, және де бұл Құранның да манхажы, пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның сүннеті, және де басқа ғалымдардың, бүкіл ислами ғалымдардың манхажы, бұлар өздерінің еңбектерін бисмиллямен бастайды. Бисмиллахир-рахманир-рахиммен бастайды. Алла субханаху тағала сүрелерді бисмиллямен бастаған, тек қана Таубе сүресінен басқа. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллама сахих хадистерде келгендей, хаттарын жазған кезде бисмиллямен жазатын болған, бисмиллямен бастап жазатын болған. Және де ғалымдардың еңбектерін қарайтын болсақ, ғалымдардың кітаптарын қарайтын болсақ, бұлар бар түгелі бисмиллямен бастайтын болған. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бисмиллахир-рахманир-рахимнің мағынасына келетін болсақ, бұл, яғни бисмиллах деген Аллахтың есіммен көмек сұрай отыра бастаймын деген сөз. Аллахтың есімдерімен көмек сұрай отыра бастаймын деген сөз. Және де Аллах қандай? Ар-Рахман, Ар-Рахим. Мейірімді, және де не? Мысалы, аса қамқор, ерекше мейірімді деп аударсақ болады. Исім деген сөз, яғни бә, бұл жердегі бә, бисмилля, бә, бұл көмек сұрау мағынасын білдіреді. Әл-истиана, лил-истиана деп айтады. Исім деген не ол? Хуа ма'на аддал алал мусамма деп айтады. Бұл, яғни аталатын нәрсенің мағынасын көрсететін жаңағындай нәрсе, яғни ат. Яғни мағынасын көрсетеді. Және де Алла субханаху тағаланың аттарын түгелі, есімдерін түгелі
бұл не? Бұлар хусна. Алла субханала тағала айтады: «Валиллахил асмаул хусна». Алла субханала тағалаға, Алла субханала тағала есімдері түгелі көркем деп тұр. Алла субханала тағаланың есімдері түгелі көркем. Көркем деген не деген сөз? Ғалымдар айтады: «Ла нақса фихи ва ла айба фихи мин вачхи минал вужух» деп айтады. Ешқандай кемшіліктер, айыптар жоқ есімдер дейді. Неге дейді? Себебі асмауху а'ламун ва аусоф деп айтады ғалымдар. Себебі Алла субханала тағаланың есімдері а'лам, яғни есім сөз. Есім сөз деген білесіз ғой, жер су аттары, адамдардың аттары есім сөз. Ва аусоф, және де сипаттар. Неге біз сөйтіп айтамыз? Неге Алла субхан қай жерден бұл көркемділікті көрсетеді Алла субхан тағала есімдерінің? Қай жерден? Бұл сұраққа жауап: адамдардың есімдері а'лам, муджаррада анил аусоф. Адамдардың есімдері есім сөздер, ешқандай сипаты жоқ. Яғни не деген сөз? Адамның аты әдемі болуы мүмкін, бірақ сол аттың беретін мағынасы ол адамда болмауы мүмкін. Сол аттың беретін сипаты адамда болмауы мүмкін. Бір адамның аты Мұхаммад, мадақталатын, ал яғни расында бұл музаммам, яғни сөгілетін адам. Бір адамның аты Абдулла, Аллахтың құлы, расында бұл Абду шайтан, шайтанның құлы, расында аты Абдулла болуы мүмкін. Ал Аллах табарака ва тағаланың есімдері қандай мағынаға, қандай сипатқа дәлел ететін болса, сол сипат Алла субхана тағала ең толық, ең кемел түрде Алла субхана тағала сол сипаттармен сипатталады. Және де бұл сипаттарда ешқай жерден нақыс, яғни кемшілік және де айып жоқ деп айтады ғалымдар. Сондықтан біздер айтатын болса, Алла субхана тағала Али деген аты бар ма? Әл-Мутаал деген аттар бар ма? Не деген сөз? Али деген мағынасы не? Әл-Али, Әл-Мутаал, жоғарда деген сөз. Яғни Әл-Али, Әл-Мутаалдың ішіндегі сипат қандай? Бұл екі есіммен шығатын сипат қандай? Әл-Улу, жоғардағы сипат. Және де Алла субхана А'ля, ең жоғарда деген аты бар. Бұның ішінен шығатын сипат не? Әл-Улу. Сондықтан біздер бұл сипатқа иман келтіру керекпіз. Егер де бұл сипатты бекітпейтін болсақ, біздер Алла субхана тағаланың Али, Әл-Мутаал, Әл-А'ля аттарына иман келтірмеген боламыз. Дұрыс иман келтірмеген боламыз. Бұл Алла субхана тағала яғни исім деген сөзге тоқтайтын болсақ. Ал Аллах табарака ва тағала, Аллах деген бұл Алла субхана тағаланың ең ұлы есімі. Және де бұл есімге Алла субхана тағала басқа есімдері ереді. Және де бұл есімнің мағынасы, яғни негізі әл-иләх. Яғни иләх сөзінен шыққан. Иләх. Иләх деген не? Иләх, ғалымдар айтады, фиал уазында тұрған, яғни фиал шаблонында тұрған, бимағна маф'ул. Яғни маф'ул. Маф'ул деген ма'лух. Ма'лух деген не ол? Құлшылық қылынатын деген сөз. Құлшылық қылынатын деген сөз. Және де бұған дәлелдер өте көп. Солардың бірі Құранда Алла субхана тағала бүкіл елшілердің, бүкіл пайғамбарлардың дағуатын айтқан кезде нағыл деп айтады: «Я қауми, у'будуллаха ма лакум мин илахин ғойрух» деп айтады. Ей қауымым, яғни бірнеше рет, 14-15 рет келеді Құранда осы аят. Я қауми, яғни пайғамбарлар айтқан: ей қауымым, у'будуллаха, Аллахқа құлшылық қылыңдар дейді. Не дейді? Ма лакум мин илахин ғойрух. Сендерге одан басқа илах жоқ, құдай жоқ деп тұр. Құлшылық қылынатын құдай жоқ. У'буду, құлшылық қылыңдар, ма лакум мин илах. Және де илах жоқ деп тұр. Осы жерден айтады ғалымдар, илахтың мағынасы ма'буд. Және де араб тіліне қайтатын болсақ, араб тілінің қандай да бұл бір жаңағындай талқылама сөздігіне қайтатын болсақ, талқылаушылар деп айтады. Түгелінде а-ла-ха деген фейліға қайтатын болсақ, немесе уазынға қайтатын болсақ, түгелі бимағна абада деп айтады. Түгелі бимағна абада, яғни құлшылық қылды деген мағынаны береді деп айтады. Және де мустаинан деп тұр. Аллахтан көмек сұраймын деп. Алла субхана тағаладан көмек сұраймыз. Біздер ияка набуду ва ияка настаин деп айтамыз. Алла субхана тағаладан біз айтамыз, саған ғана құлшылық қыламыз, Фатиха сүресінде, және сенен ғана көмек сұраймыз деп тұр. Және де және пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Ибн Аббасқа радиаллаху анхума айтқан кезде ал деп айтады: «Ида саалта фас'алилла ва ида стаанта фастаин билlah». Егер де сұрайтын болсаң, Аллахтан сұра, егер көмекті біреуден пана тілейтін болсаң, Аллахтан ғана пана тіле деп пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям 8 жастағы балаға осындай жүрегіне таухидты, жаңағындай таухидтың дәндерін салып егіп қояды пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Радин бихи мудаббиран муина деп тұр. Және Алла субхана тағаладан мен разымын деп тұр. Қандай мудаббир? Мудаббир деген бүкіл әлемді басқарушы ретінде разымын деп тұр. Муина, және де көмекші ретінде мен разымын деп тұр. Және пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям Муслимда келген хадистен ал деп айтады: «Зақа ту'мал имани
Мен радия биллахи раббан ва би Мухаммадин набиян ва бил ислами динан деп тұр. Кімде-кім Аллахпен раб ретінде разы болатын болса, Мұхаммедпен пайғамбар деп разы болатын болса, және де исламмен дін ретінде разы болатын болса, бұл адам иманның дәмін сезеді деп айтады пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам. Сондықтан шейх радин бихи мудаббиран муина деп тұр. Яғни мен Аллахтан басқарушы және де көмекші ретінде разымын деп тұр. Вальхамдулиллахи кама хадана иля сабилил хаққи вачтабана деп тұр. Және де Алла субханала тағалаға мадақтар беремін. Альхамд айтып жатырмын. Және де хамдты біздер айттық. Хамдты айттық. Бұл Алла субханала тағаланың бізге жететін нығметтері үшін, немесе өзінің сипаттары үшін Алла субханала тағаланы тілмен және жүрекпен ұлықтай және де жақсы көре отыра мадақтау. Хамдты мағынасы. Яғни бұл мадақ қашан кемел болады деп айттық? Қашанда Алла субханала тағала, қашанда мадақталып жатқан нәрсе көбірек кемел сипаттармен сипатталатын болса. Сондықтан кімде-кім Алла субханала тағаланың есім сипаттары бекітпейтін болса, бұның альхамдулилля деген сөзінің мағынасы жоқ. Себебі альхамдты біз тек қана кемел сипат иесіне, және де көп кемел сипаттар иесіне айта аламыз. Альхамдулилля деп ретінде. Кама хадана. Не үшін Алла субханала тағала мадақтар айтып жатыр? Себебі Алла субханала тағала бізді ақиқат жолына салып қойды, тура жолға салып қойды. Ислам жолына, және де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннет жолына салып қойды деген сөз. Және де осы жерде адамдар туралыққа салды деген кезде тек қана исламды ойлау мүмкін. Ал манхаж туралы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннетін ұмыт қою мүмкін. Бірақ біздер ғалымдарға қайтатын болсақ, баяғы салафу солихтарға қайтатын болсақ, олардың көбісі соның ішінде, мысалы имам Бухари айтады, мен білмеймін дейді, Алла субханала тағала қай нығметіне көбірек шүкіршілік қыларымды білмеймін дейді. Мені исламға кіргізгенім үшін ба, немесе сүннетке кіргізгенім үшін ба деп тұр. Қай нығмет үлкенірек екенін білмейді. Немесе біреулер айтады, бір салафтар айтқан, мен қай нығметке қаттырақ шүкіршілік қыларым білмеймін дейді. Исламға келгеніме ме, немесе осы бидағаттардан адасушылықтарға жолықпағаныма деп айтады. Сондықтан бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннетін түсіну бұл да үлкен нығмет. Сондықтан кама хадана иля сабилил хақ деген сөз осы. Яғни ақиқат жолына деген. Және де кейбіреулері ойлау мүмкін, ақиқат жолы тек қана ілім деп ойлау мүмкін. Бірақ ол да рас емес. Ақиқат жолы ілім мен амалды қамтиды. Ілім мен амалды қамтиды. Сиротал лазина ан'амта алейхим ғойрил мағдуби алейхим валаддалин. Сен нығметке алған құлдарының жолына сал, сен ашуыңа түскендер емес, және адасқандарға емес. Яғни ашуына түскендер кімдер? Ілімі бола тұра амал жасамағандар. Адасқандар қандай? Ілімі жоқ, бірақ амал жасайды. Сонда тура жолда кімдер болады? Ілім бар, және сол ілімге амал жасайды. Сол ілімге амал жасайды. Уачтабана дейді. Ичтабана деген бізді таңдады дейді. Алла субханала тағала таңдап қойды. Расында қанша миллиард адамнан сені таңдап қойды. Осы жолға, исламды түсінуге, сүннетке түсінуге, ілімге, амалға, бұл үлкен нығмет. Сондықтан ол үшін біз Алла субханала тағала шүкіршілік таныту керекпіз. Ахмадуху субханаху ва ашкуру ва мин масауи амали астағфиру деп тұр. Алла субханала тағаланы мадақтаймын, және де Алла субханала тағала шүкіршілік айтамын дейді. Және де менің жаман амалдарымнан Аллахтан кешірім сұраймын деп тұр. Бұл пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам жаңа Ибн Масудтың хадисіне келген хутбатул хаджада айтады ғой. Наузу биллахи мин анфусина ва сайиати а'малина. Алла субханала тағаладан өзім нәпсінен пана тілеймін, және де менің жаман амалдарымнан пана тілеймін деп айтады Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи вассалам. Масау амали астағфиру, яғни қаншама біз хамд жасамасақ, қаншама шүкіршілік жасамасақ, қаншама құлшылық жасамасақ, адамдар бәрібір адам табиғатына күнәға түсу. Сондықтан осыны айтыр. Ва мин масау амали астағфиру деп тұр. Жаман амалдарымнан Алла субханала тағаладан кешірім сұраймын деп тұр. Вастаинаху аля найли ридо дейді. Вастамиду лутфаху фима қада деп тұр. Және Алла субханала тағаланың разылығын жету үшін Аллахтан көмек сұраймын деп тұр. Яғни бұл да ияка набуду ва ияка настаин несі тафсирі. Аллахтан саған ғана құлшылық қыламыз, және кейбір ғалымдар айтқандай, саған ғана құлшылық қыламыз, және де сол құлшылықты бізге жеңілдетсін деп сенен пана тілейміз деп тұр. Түсіндің ба? Осы ияка набуду ияка настаин мағынасы осындай дейді. Құлшылық қылып жатырық дейді. Бірақ ол құлшылық біздің күшімізбен емес, сенің құдіретімен, сенің тауфиқымен деп тұр да. Сондықтан сенен сұрап жатырық деп тұр да. Осы аят.
Вастамиду лутфаху фима қадо, және де маған келген тағдырда Алла субханала тағаланың мейірімділігін, жұмсақтығын сұраймын деп тұр. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان деп тұр. وبعد, яғни содан кейін кейбір осы содан кейін деген қазақтарда бар екен. Осыны Ыбырай Алтынсарин қолданады. Хамд айтады, пайғамбар салауат айтады да, сосын содан кейін деп айтады. Амма ба'д айтады. Қызығы осылай тікелей аударғанда. Инни бил яқини ашхаду дейді. Мен яқин, яғни айқын сеніп куәлік беремін деп тұр. Шахадатал ихласи, және де ықыласты түрде шахада беріп тұрмын деп тұр. Немесе ықылас шахадасын айқын түрде беріп тұрмын деп тұр. Ықылас куәлігін айқын түрде беріп тұрмын. Қандай? Алла ю'баду бил хаққи мa'луху сиуар рахмани деп тұр. Қандай куәлік? Рахманнан басқа құлшылыққа, құлшылық қылынатын, ақиқатта құлшылық қылынатын ешкім жоқ деп мен куәлік беріп тұрмын деп тұр. Яғни Рахманнан басқа ақиқатында құлшылыққа лайықты тәңір жоқ деп, және де құлшылық қылынатын тәңір жоқ деп мен куәлік етіп тұрмын дейді. Ман жалла ан айбин ва ан нұқсани деп тұр. Және де бұл Рахман айыптардан, кемшіліктерден пәк деп тұр. Бұны қайдан алған шейх? Бұны аяттан алған. Алла субханала тағала айтады: "Залика بأن الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يعبدون وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير" деп айтады Алла субханала тағала. Бұл Аллах табарака ва тағала ақиқат болғандықтан деп тұр. Яғни ақиқат дейсіз, ақиқатта құлшылыққа лайықты тәңір болғандықтан, ал бұлар дұға қылып жатқан нәрселер батыл, жалған деп тұр. Яғни Аллах табарака ва тағаладан құлшылық қылынатын тәңір жоқ деп айтпаймыз біз. Бар тәңірлер. Бірақ олар қандай тәңірлер? Жалған тәңірлер. Бұлар жалған тәңірлер. Дұрыс па? Аллах табарака ва тағала бұл не? Ақиқи тәңір. Құлшылыққа лайықты тәңір. Баракаллаху фикум. Сондықтан неге болар жалған тәңірлер? Бұлар кемел сипаттармен иесі емес. Алдында айтқандай. Яғни әрбір тәңір, әрбір құлшылық қылатын нәрсені біз не үшін құлшылық қыламыз? Жақсы көргендіктен. Ал не үшін жақсы көреміз? Бұның кемел сипаттары үшін. Ал бұл тәңірлер жалған екенін біз білеміз. Адамдар ойлап тапқан тәңірлер жалған екенін білеміз. Неге? Олар жаратты ма десек, жаратпайды. Ризық бере ме? Бермейді. Әлемді басқара ма? Басқармайды. Бүкіл нәрсені ести ме? Естімейді. Бүкіл нәрсені біле ме? Білмейді. Онда неге құлшылық қылып жатыр? Тіпті онда жақсы көруге де, яғни құлшылық жақсы көру, яғни махаббатул ибада. Бұндай деңгейде жақсы көруге болмайтын нәрсе ол. Кемел сипаттары тіпті жоқ нәрсе ол. Ал Аллах табарака ва тағала жаратты ма? Жаратты. Ризық бере ме? Береді. Басқара ма? Басқарады. Бүкіл нәрсені, ғайыптарды біле ме? Біледі. Тағдырларды сол жасап қойды ма? Я. Мейірімділігі кең ба? Кең. Яғни ол жақсы, бүкіл біздің көріп жатқан нығметтерді кім беріп жатыр? Алла субханала тағала. Яғни Алла табарака ва тағала кемел сипаттарының иесі. Сондықтан бұл ақиқи тәңір, сондықтан біз оған ғана құлшылық қылу керекпіз. وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق дейді тұр. Және де бұның, яғни Аллах табарака ва тағаланың ең абзал жаратылысы Мұхаммад. Не нәрсемен келді? Бізге байнаттармен, айқын дәлелдермен, және де худамен, және де тура жолмен келіп тұр. Расында Құранды қарайтын болсақ, Құран айқын дәлелдер, ашық, анық дәлелдер. Сондықтан бұны байинат деп айтады. Байинат. Және де Құранның дәлелдерінен бұрылып кеткен адам, солға немесе оңға бұрылып кеткен, бізге Құран дәлелдері керек емес, бізге ақли дәлелдер керек, бізге Құран дәлелдері керек емес, бізге аналогия, индукция, дедукция, логика, философия керек дейтіндер, бұл пәндердің түгелін қаншама жертесін Құранда келген дәлелде, анық айқын дәлелдерге жете алмайды бәрібір. Құранда келген анық айқын дәлелдер бұл логиканы да қолдайды, ақылды да қолдайды, бұл жаңағында индукция, дедукция дейме, бүкіл нәрсені қолдайды. Және де бұл жерде келген, Құранда келген дәлелдер манағы фаласифа ахлюл каламнан табалмайтын дәлелдер бар. Табылмайтын дәлелдер болып есептеледі. Сондықтан қараңыз, Құран неге байинат болып есептеледі? Құран
Құран 1400 жыл бұрын, 1440 жыл бұрын Аллах табарак ва тағала Құранмен тахадди жасады. Тахадди деген бросать вызов. Қазақша болады. Тахадди жасады. Яғни қалайша деп айтты, мушриктерге сол кездің ең шешен адамдарына, ең араб тілін көркем білетін, жақсы түрде білетін адамдарға ал деп айтты. Ин кунту фи райби мимма наззална аля абдина фату би сурати мин мислиха деп тұр. Егерде сендер менің құлыма түсірген нәрседе күмәнданатын болсаңдар, яғни Құранда күмәнданатын болсаңдар дейді, бұл Құранда келген сияқты бір сүрені алып келіңізші деп айтады. Қайталай алмайды. Яғни Құранның келген услубы, яғни Құран қалай жазылды, бұндаймен ешкім келе алмайды. Ешкім келе алмайды. Себебі арабтардың шешендері және де көркем әдебиетін білетін адамдары түгелі Құранның шешен тілде және де көркем, бірақ та қандай деп айтқан, біздер айта алмайтын жолмен, яғни біздер айта алмайтын методпен жазылған деп тұр да, түсіндіңіз ба? Құранды. Бірақ та барлығы көркем деп айтыр. Көркем шешен деп айтыр. Түсінді ме? 15 ғасыр өтеді, ешкім алып келе алмайды. Және де пайғамбар Мұхаммад Алла субхана тағала пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи ва саллям деді: "Құл лау иджтамаатил джинну вал инсу аля ан яъту бимисли хазал Құр'ани ла яътуна бимислихи валау кана баъдухум ли баъдин захира" деп тұр. Ей Мұхаммад айт, егер жындар мен адамдар осындай Құран сияқты нәрсемен келсін деп айт дейді, бірақ олар келе алмайды. Бір-біріне түгелі көмектесе де келе алмайды деп тұр. Қараңыз, және бұл аяттың өзі қандай байына? Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям бүкіл адамдарды біле ме? Біле ме? Білмейді. Түсіндірсіз ба? Ғайыпты білмейді пайғамбар. Бүкіл жындарды біле ме? Білмейді. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осындай қатты дәлел, яғни адамдарға жаңағыдай вызов, тахадди жасап жатыр да. Бүкіл адамдар жиналыңыз деп тұр. Бүкіл қашан осы қиямет күніне дейін түгеліңіз жинаңыз, Құран сияқты нәрсемен келе алмайсыз деп тұр. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям білмейді. Яғни бұл расында Аллахтың сөзі екеніне дәлел да осы. Және де ол анық аяттар, және де байинаттар, және пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям шыншылдығына да дәлел. Сондықтан Құранды байинат деп айтады, түсінді ме? Уәл худа, және де тура жолмен келген пайғамбар Мұхаммад. Худан айттық, ол не? Илмун нафи ва амалун солих деп айтады ғалымдар. Яғни пайдалы ілім және де ізгі амалдар деп тұр. Расулуху иля жамиил халқи дейді. Бұл Мұхаммад бүкіл әлемдерге, бүкіл жаңағыдай пенделерге елші деп тұр. Яғни тек қана арабтардың елшісі емес, бүкіліне деп, бүкіліне дейді. Жабирдің хадисіне келеді, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям алды. Кана набиюн яти иля қаумихи хасса ва атайту иля наси амматан деп айтады. Каффатан деп айтады пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Пайғамбар дейді, өзінің қауымына ғана келетін дейді, менен бұрынғы пайғамбарлар дейді. Ал мен болатын болсам, түгел адамдарға келгенмін дейді. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбарлық несі міндеті тек қана арабтармен шектелмейді. Расулуху иля жамиил халқи бидури вал худа ва динил хаққи. Яғни қайталып жатыр. Нұрмен келді, яғни Құранмен, немесе сүннетпен, исламмен деп айталды. Вал худа, тура жолмен, ва динил хаққи, және де тура жолмен, ақиқат жолмен. Салла алейхи раббуна ва маджада вал али ва сахби даваман сармада деп тұр. Раббымыз бұл Мұхаммадқа салауаттар айтсын, және де оны мадақтасын, және де оның отбасына, оның сахабаларына әрдайым салауаттар мен мадақтар айтсын деп тұр. Және салауат деген мағынасы Абул Али ар-Рияхи рахимахуллаху таала, яғни табиғи сахабалардың шәкірті айтқандай, бұл ан язкураллаху ан юсни алейхиллаху фил малаил а'ла деп тұр. Алла субхана ва таала періштелердің алдында бұл адамды мадақтауы деп тұр. Салат деген осы. Салат деген осы. Сондықтан бұл нәрсе не ол? Егерде Алла субхана тағала біреуге салауат айтатын болса, деген сөз не ол? Салауат деген періштелердің алдында бұны мадақтайды, мақтайды. Сондықтан бұл пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға салауаттың маңыздылығы осы жерде. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям алды деп айтады: "Ман салла алейя салатан вахидатан саллаллаху алейхи биха ашран" деп тұр. Кімде-кім маған бір салауат айтатын болса, Алла субхана тағала сол салауатпен, сол салауат үшін оған, ол адамға 10 рет салауат айтады екен. 10 рет салауат деген не ол? Періштелердің алдында мадақтайды екен сол адамды. Сондықтан пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи ва саллям салауатты айтудан
ерінбеу керекпіз, шаршамау керекпіз. وَبَعْدُ هَذَا النَّظْمُ فِي الْأُصُولِ لِمَنْ أَرَادَ مَنْهَجَ الرُّسُولِ дейді. Содан кейін деп тұр, бұл өлең шумақтар діннің негіздері жөнінде деп тұр. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның манхажын, пайғамбардың саллаллаху алейхи уассаламның манхажын, жолын қалаушыға деп тұр. Яғни кімде-кім пайғамбар Мұхаммадтың саллаллаху алейхи уассалам жолын қалайтын болса, осы өлең шумақтарын оқысын деп тұр. Саалани ияху ман лабуддали фи имтисали су'лихил мумтасали деп тұр. Мені бұл өлеңді жазуға мен оның талабын қайтара алмайтын адам сұрады деп тұр. Яғни жаңағы шейх Абдулла аль-Қарауи деп тұр, рахматуллахи алейхи. Фақульту ма аджи ва ма ишфақи му'тамидан алал қадирил бақи деп тұр. Сондықтан мен өзімнің әлсіздігімді біліп, және де өзімнің жаңағындай күшім жоқ екендігін біліп, Алла субханала тағала, яғни қадир болған, яғни күш қуаттың иесі болған, және де мәңгі қалатын Алла субханала тағалаға сүйене отыра, мен осы өлең шумақтарын жаздым деп рахматуллахи алейхи кіріспесін бітіреді. Валлаху алям ва саллаллаху аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин.